Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін дәл осындай қарапайым оп-оңай бисквиттер дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге жұмыртқа керек болады. Мен алдын ала жұмыртқаны жуып, тоңазытқышқа салып қоямын. Разрыхлитель, шекер, ұн керек болады. Ең алдымен жұмыртқаларымызды сары мен ақ уызын ажыратып алатын боламыз. Ажыратып жатқан кезде өте абай болуымыз керек, өйткені ауызымызға сары уызымыз түсіп кетсе, жақсы көбірмей қалуы мүмкін. Сондықтан да өте абай болып ажыратып аламыз. Достар, менің каналымда әртүрлі тағамдар, салаттар, десерттердің рецепттері бар. Міндетті түрде кіріп көрсеңіздер болады, және достарыңызбен де бөлісуді ұмытпаңыздар. Көріп тұрғаныңыздай дәл осылай жұмыртқаларымызды сары уыз мен ақ уызын ажыратып аламыз. Ал енді ақ уызымызды жақсылап миксерлейтін боламыз. Шекеріміздің жартысын саламыз, аз-аздан салып отыруымыз керек. Бірден көп салып жіберуге болмайды. Енді қалған шекерімізді сары уызымызбен көбіртетін боламыз, сондықтан да алып қоямыз. Ал ақ уызымызда қатты пена болып көбіріп шықты. Көріп тұрғаныңыздай ыдысты төңкерген кезде түсіп кетпейтіндей өзінің формасын ұстап тұрады. Ал енді сары уызымызды көбіртетін боламыз. Қалған шекерімізді салып, тағы жақсылап миксерлейтін боламыз. Біздің массамыз 2-3 есеге көтерілуі керек. Ал сары уызымызда көбіріп 2-3 есе көтеріліп шықты. Көріп тұрғаныңыздай түстері де ағарып шығады. Ал енді ақ уызымызға сары уызымызды лопатаның көмегімен салып, жақсылап жаймен араластырып аламыз. Байқап жатқан болсаңыздар, мен тек қана бір жаққа қарай араластырып тұрмын. Дәл осылай бір жаққа қарай араластыратын боламыз. Ал енді разрыхлителімізді ұнымызға салып, ұнды електен өткізіп саламыз. Електен өткізгеніміздің себебі жақсы көтеріліп шығатын болады. Сондықтан да електен өткізгеніңіз жақсы. Тағы жаймен бір жаққа қарай араластырып аламыз. Дәл осылай қою қамыр болады. Мен осындай форма қолдандым. Менің қолданып жатқан формам 8 бойының ұзындығы 8 см, ал диаметрі 20 диаметр. Ал сіздер егерде үлкендеу жасаймын десеңіздер, массамызды 2-ге көбейтіріп жасасаңыздар да болады. Формамызға салып алғаннан кейін 3-4 рет осылай қатты ұрамыз. Шпажканың көмегімен жақсылап айландырып шығамыз. Арасында ауа қалып кетпеу керек. Енді қызып тұрған 160 градуста 50 минут пісіріп алатын боламыз. Бисквитіміз пісіп шықты. Енді іштері қалай піскенін тексеру үшін шпажканы дәл осылай тығып көреміз. Құп-құрғақ болып шығып тұр. Көргеніңіздей пісіп шықты. Енді суытып аламыз. Мен бисквитті теріс төңкеріп суытамын, ал сіздер қалағандай суытсаңыздар да болады. Ал енді дәл осылай артқы жағынан жаймен бисквитімізді формадан ажыратып аламыз. Дәл осылай жұмсақ үлпілдеп тұратын бисквиттер болады. Өте керемет, өте үлкен болып көтеріліп шығады, және үстінен басқан кезіңізде де жабысып қалмайды. Өзінің формасын ұстап тұрады. Негізі бұл өте қарапайым бисквиттердің түрі. Міндетті түрде дайындап көрсеңіздер болады, бір жасағанда ұқсап шығады. Дәл осылай пышақпен енді 3 бөлікке бөліп аламыз бисквиттерімізді. Бисквитті мен теріс төңкеріп кескенді жақсы көремін, өйткені маған сол ыңғайлы, ал сіздер қалағандай кесе аласыздар. Және бисквитті кесетін пышағыңыз ұзындау болғаны жақсы. Іштері де дәл осындай болып пісіп шығады. Достар, сіздерге видео ұнаған болса, менің каналыма жазылып, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыз, және қоңырауша белгісini басып қойыңыздар. Сонда менің соңғы шыққан видеоларымды біріншілерден болып көретін боласыздар, және достарыңызбен де бөлісіңіздер. Ал сіздерге сәттілік.